Hi guys, бүгінгі біздің тақырыбымыз артикль жайында болмақ. Артикль негізінде қазақ тілінде бізде артикль жоқ. Артикль қазақ тіліне де аударылмайды, бірақ ағылшын тілінде артикльдің екі түрі болады. Ол бізде a, n белгісіздік артиклі, z белгілі артиклі. Бүгінгі тақырыпта біз артикльді қай кезде қолданамыз, ненің алдында тұрады, соның барлығын по полочкам өтетін боламыз. Артикль өте ауқымды тақырып болғандықтан, бүгін артикльдің жай ғана бір бөлігімен танысатын боламыз. Информация жандай ауқымды болғандықтан, бір бөлігімен танысамыз, себебі шатаспас үшін. So, let's start. Бірінші белгісіздік артикліне тоқталамыз. Белгісіздік артиклі неліктен екеу, ол a және n. Қай кезде біз a-ді қолданамыз, қай кезде n-ді қолданамыз. Егерде біздің артикльден кейін қолданылатын сөзіміздің бастапқы әріпі дауыссыздан басталатын болса, consonant деп айтады. Мысалға, a child. C ол дауыссыз. Ол кезде біз a-ді қолданамыз. A child, a doctor. Ал егерде біздің сөздің бастапқы әріпі дауысты болатын болса, vowel, Мысалға, umbrella болғанда, you жаңағыдай дауысты. Онда біз n-ді қолданамыз. An umbrella, зонтик деген секілді. Бұл артикль зат есімнің алдында болады. Қазір оған толықтай тоқталатын боламыз. Енді міне белгісіздік артиклін біз қай кезде қолданамыз. Бірнеше ережелері бар, соның бір бөлігімен танысатын боламыз бүгін. Егерде санауға келетін зат есімнің жекеше түрінің алдында қолданады. Мысалыға, for example, do you need an umbrella? Umbrella дегеніміз ол зонтик, зонтик. Зонтик дегеніміз зат есім, кім немесе не деген сұраққа жауап берсе, ол зат есім болады. Не? Зонтик. Жекеше түрде тұрма, бір ғана зонтикті айтып жатырмыз, бірнеше зонтик деп көпше түрін айтып жатқан жоқпыз, Сенде жаңа зонтик бар ма деп тұрмыз. Оның алдында n артиклі қолданып тұр. Екінші кезекте, сөйлеуші зат туралы алғаш айтылғанда, яғни сөйлеуші зат немесе жан жайлы мүлде біз ақпарат білмесек, яғни ол зат мүлде бізге белгісіз болса, өзінің атауы айтып тұрғандай, белгісіз болған жағдайда осы белгісіздік артиклін қолданамыз. Мысалға, a man and a woman are sitting opposite me. Яғни ер адам және әйел адам дейді, не дейді? Менің маған қарама-қарсы отырып жатыр дейді, маған қарама-қарсы. Яғни қандай ер адам, қандай әйел адам жайлы айтылып жатқан біз білмейміз. Біз оларды танымаймыз. Келесі, заттың кім, не екендігі жайлы анықтама бергенде. Мысалға, Omar's father is a lawyer. Omar's дегенде, мына жерде апостроф s, ол Омардың ілік септігінің, кішкене айтып өте салайын, ілік септігінің жалғауын білдіреді. Мысалға, ның-ның, дің-дің, кімнің деген сұраққа жауап береді. Омардың әкесі юрист дейді. Яғни мамандығын айтып жатыр, кім екенін айтып жатырмыз. Ол юрист, немесе Әсел's mother is a doctor. Әселдің мамасы дәрігер. Анықтама беріп жатыр, мамасы кім екеніне. Келесі, санауға келетін зат есімдердің жекеше түрінің алдында дейді. Алдында сын есім келсе. Мысалға, my brother is a good driver. Біздің зат есіміміз driver, ол жүргізуші дегенді білдіреді. Менің ағам не дейді? Жақсы жүргізуші деп жатыр. Ол жүргізушінің алдында бізде сын есім келіп тұр, қандай деген сұраққа жауап береді. Жақсы, жаман, орташа, әдемі деген секілді сын есімнің алдында қолданылады. Және келесі, лепті сөйлемдерде дейді, санауға келетін зат есімнің жекеше түрі болса. Мысалға, what a beautiful garden. Қандай керемет бау деп жатыр. Бау дегеніміз зат есім, жекеше түрі болып тұр. Оның алдында сын есім келіп тұр біздің.
beautiful. Қандай? Әдемі. Яғни бұл жерде де біз белгісіздік артиклін қолданамыз. Енді the артиклі ол белгілі артикль болып табылады. Енді the артиклі мысалға не туралы айтылып жатқанын нақты белгілі болса. For example, I'd like to speak to the manager, please, дейді. Я хочу поговорить с менеджером, дейді. Я хотел бы поговорить деп жатыр. Бұл жерде нақты кіммен сөйлескендігін біліп тұр, мен менеджермен сөйлескім келіп тұр деп жатыр, нақты менеджер екенін біз біліп тұрмыз. Келесі, зат есім екінші сөйлемде қайталанса, яғни бірінші сөйлемде ол бізге белгісіз болды, екінші сөйлемде біз нақты біліп тұрмыз не жайлатып жатқанымыз. Мысалға, last year I bought a car, деді. Өткен жылы мен көлік сатып алдым. The car was very expensive, деді. Ол машина өте қымбат болды деп жатыр, Қандай машина? Өткен жылы сатып алған машина. Бірінші сөйлемде ол жайлы бізде айтылды. Келесі, ғаламшар атауларында. Мысалға, the sun, the moon секілді, The sun was going down, күн батып бара жатыр, Мұхит, теңіз, өзен, канал, тау, шөл далаларын айтқан кезде міндетті түрде бізде the қолданады. Мысалы, the Atlantic Ocean, Келесі, мұражай, қонақ үй, театр, клуб, газет айтқан кезде де, газет атауларын айтқан кезде де міндетті түрде the болады. The Hilton Hotel, Hilton отелі, Ол атауларының алдында. The Japanese are very industrious people, дейді. Японцы очень трудолюбивые люди, дейді. Жапондықтар өте еңбекқор адамдар деп жатыр. Кім? Жапондықтар. Кім? Қазақтар. Кім? Орыстар. Continue, ары қарай жалғастырсақ, енді артикль барлық жерде қолданыла бермейді, артикль мүлде қолданылмайтын жерлер болады. Оны біз, егер артикль қолданбайтын болсақ, оны біз zero деп айтамыз, яғни нулевой артикль, нөлдік артикль дегенді айтамыз. Мысалға, жалқы есімдердің алдында, кісі аттарының алдында. Мысалы, Шолпан, Алекс, Макс деп айтатын болсақ, олардың алдында бізде артикль қолданылмайды. Құрлықтар мен кейбір елдердің алдында. Қала аттарын айтқан кезде Нью-Йорк, Алматы, дәреже, лауазым, атақ білдіретін зат есімнің алдында. Мысалға, доктор Ватсон, лорд Байрон. Келесі, ғылым салалар алдында. I like mathematics and chemistry. Ғылым салалары, математика, филология, философия деген секілді. Енді жаңағы өткен ереженің барлығын дәптер, қағаз бетіне түсіріп, жақсылап жаттап аламыз, және де тапсырманы орындауға кірісетін боламыз. Бізде worksheet. Бұл жерде бірінші тапсырма бойынша, бірінші тапсырмада берілген 3 сөйлем белгілі бір темаға қатысты. Асты сызылған жерге артиклді қоямыз, белгісіз, белгілі, белгісіздік немесе нөлдік артикль, яғни артикль қоймауымыз да мүмкін. Екінші берілген 3 сөйлем, ол бөлек басқа темаға берілген, басқа темаға байланысты, бұл жерде де тура солай. Тапсырманың барлығын орындап, ереженің барлығын жаттап, міндетті түрде кері байланыс береміз. Келесі сабақта кездескенше. See you next lesson. Goodbye.